Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты елбасының Қазақстан халқына жолдауы негізінде 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасымен Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданындағы 67-ші гимназия 2011 жылы 4 сәуірде ашылды. Екі шет тілін тереңдете оқытатын мектеп ашылғанына биыл мерейлі 10 жыл толып отыр. Білім ордасының негізгі ұстанымы бақытты бала қаланатын мектеп, әр баладан үміт күту. Бүгінде гимназиямыз 2000-нан аста шәкіртті оқытып, білім беріп отыр. Білім ошағы 1200 орындық. Бұл күні бала саны 2 есеге көбейген. Әр оқу жылында шамамен 4 сынып қосылып отырады. Мектеп лингвистикалық бағытта ашылған. Ағылшын, қытай, неміс, француз тілдерін тереңдетіп оқытады. Бұл ерекшелік әрі мақтаныш. Деудің осы жерде бір сөзін мысалға келтіріп кетейін. Мысалға білім алу ол баланы болашаққа даярлау емес дейді. Білім алу баланың өмір сүруі дейді. Сонда біз кез келген мектепке келген оқушыны сол өмір сүруге үйретуіміз керек. Аталмыш білім ошағынан жыл сайын 5-6 оқушы шетелге оқуға түседі. 10 жылдық статистика сараптамасы осындай. Бастысы, бұл тәлімгерлердің қосымша дайындықсыз мектепте алған білімдерінің арқасындағы көрсеткіші. Өз басым өмірге қажет негіздерді осы мектепте таныттым. Өз білімім өмірлік азығым деп айтсам артық емес. Және де мен республикалық айтура бакон жарысына, одан басқа робототехникадан жарыстарға қатысып жүлделі болдым. Номер 67-ші гимназияның бізге берген мүмкіндіктері мол. Мәселен, мен биыл Назарбаев университетінің Foundation программасына 167 балмен IELTS 7 нәтижесімен түстім. 4-ші сыныпта курстарға бардым, ал бұлар негіз болған мектептегі мұғалімдерім. Бұл күні мектептің рейтингі онда жүзеге асатын жобалардың сапасы мен мазмұнына байланысты. Мақсат әр оқушыны қамту. Тиімді тьютор тәжірибесі осы оқушы үні жобасынан бастау алған болатын. Бұл шетелдік озық тәжірибелерді өзіміздің жұмысымызды жақсарту мақсатында өзіміздің тәжірибемізге енгіздік. Өткен оқу жылында біз ағылшындар еліне кәсіби іс-сапармен барғанымызда осы сол Ботище мектебінің оқушылары өздерінің оқуына жауапкершілік алып, сонымен қатар осы құндылық пен миссияның оқуына қалай жұмыс жасағанын көзімізбен көрдік. Білім ордасында осы шәкірттерімізді ашықтыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу мақсатында көптеген жобаларға тартуға тырыстық. Тиімді тьютор жобасы алдымен тарих пәнінде, кейін бүкіл гимназия аумағында қолданылатын болды. Мұнда оқушыларға қалаған тақырыптарын терең зерттеп, қолынан келген жұмысын жасауға мүмкіндік берілген. Нәтижесінде баланың бойында көшбасшылық қасиеті қалыптасып, өмірге икемді бола түседі. Ал мұғалім тек жөн сілтеуші, бағыттаушы. 2006 жылдан бері ұлттық тәрбие тәлімгерлік ету бағыты бойынша тьюторлық жоба жарыққа шықты. Тьюторлық жобада орыс, ағылшын, неміс, француз және қытай тілдері бағыты бойынша 9 сынып және 5 сынып оқушылармен жұмыс жасалды. 2016-2017 оқу жылында бала саны 60 болса, 2020-2021 оқу жылында бала саны 180 оқушыны көрсетті. Әр жыл сайын тьюторлық жобаның көмегімен балалардың үлгерімі 100%, ал сапасы 76%-ді көрсетті. Сонымен қатар тьюторлық жобаның көмегі арқылы балалар мынандай нәтижеге қол жеткізді. Тілдер бойынша білім сапасы көтерілді, сыни ойлау қабілеттері дамыды, көшбасшылық қабілеттері дамыды, жоғары сынып оқушыларының қолдау көрсету арқылы орта буын оқушыларын ынталандыруға және алға жылжытуға әсерін тигізді. Балаға қосымша білім беру, яғни үйірме жұмысын реттеу әр мектеп үшін маңызды. Нөмір 67-ші мектеп гимназияда интеллектуалдық тұрғыда дамуға зор көңіл бөлінеді. Интеллектум ойындарының ерекшелігі қазіргі заман талабына сай балаларды жаңаша ойлауға бейімдейді. Сонымен қатар ойындардың әсіресе балалардың ұсақ моторикасының дамуында алатын орны ерекше. Интеллектум ойындар арқылы балаларда ажырата білу, ойлану, көру қабілеттері дамиды. Сонымен қатар түс және пішіндерді танып, геометриялық фигураларды зерттеп, жетік білетін болады. Сондай-ақ ұлттық сананы ұлттық ойын арқылы дамыту өзекті. Мектепте бір кездері танымалдығы артқан мен қолданыс аумағы кемшін қалған қазақ хандығы ойынында көрдік. Оқушылар үзіліс кезінде тұрақты ойнайды дейді ұстаздар.
Ойынның ежесі басына бүкіл адамдар сұлтан болып саналады, және олар мақсаты ханға таласады. Ұту үшін бүкіл ұрыларды жалауы керек. Қазақстанның монополиясы ойыны ол логикаға және Қазақстан тарих мүденіс тарихына қызығушы дамиды. Бетінен қақпаған бала ойын еркін айтады. Еркіндік тәрбие дұрыс болған кезде тұлғалық өсудің негізі. Рухи дебат клубы 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап қазіргі күнге дейін нәтижелі жұмыс жасап келеді. Біздің клубтың мүшелері бірнеше дүркін республикалық және қалалық турнирлердің үздіктер қатарынан көрінген болатын. 2021 жылы клубтың жоғары сынып оқушылары тәлімгерлік жобасына қатысқан болатын. Жоба мақсаты кіші сыныптағы оқушыларды ізбасар ретінде қалдыру. Біз пікірсайыспен айналысқанды жақсы көреміз және өзіміз ұнататын іспен айналысу бізге жақсы эмоциялар сыйлайды. Біз тәуелсіз Қазақстанның болашағына үлкен үлес қосқымыз келеді. Мектеп жақын арада көрнекті жазушы Ілияс Есенберлиннің атын алады. Бұл бағытта талай жұмыс атқарылды. Соның бірі әрі бірегейі жазушының атында ашылған мұражай. Мұражай 2015 жылы қаңтарда ашылып, 2017 жылы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайта жаңғыртылды. Мұражай 9 экспедициялық бөлімнен тұрады. Бүгінде мұражай қорында 10-ға жуық жәдігер, 35 фотосурет, 15 қолжазбалар, 200-ге жуық Есенберлиннің шығармалары және 3 мерейтойлық медаль бар. Ілияс Есенберлиннің мерейтойларына байланысты 5 жыл сайын қалалық республикалық конференция ұйымдастырылып, гимназия ұстаздары мен оқушылары конференцияда Есенберлиннің шығармаларын түрлі қырынан дәріптеуде. 2017 жылы үздік қалалық музейлер сайысына қатысып, 2-ші орынды жеңіп алдық. Мектеп мұражайлары тарихи экспонаттар көрмесі ғана емес. Оқушы жадында ұлы тұлғалар бейнесін сомдайтын, әрі таным кеңістігін кеңейтетін киелі орын. Ілияс Есенберлин was born in 1950 in the city of Atbasar Akmola region. Ілияс Есенберлин is the author of poetry, prose, drama and script. He is considered the author of most novels in Kazakh literature. Ілияс Есенберлин lost his parents early and lived in orphanage. He had a sister Nazım and brother Rovnak. Nazım gets married too early to the support of brothers. Rovnak lives with him stepfather. Біздің жас зерттеушілер тобынан құралған болашақ экипажы командасы қалалық ұзақ мерзімді музейаралық большая регата жобасына қатысып, экспедицияларға шығып, қызықты оқиғаларға тап болды. Нәтижесінде біздің команда мәдениеттері калейдоскопы маршруты бойынша үздік экипаж номинациясын жеңіп алды. Қалалық жарыс және де осы жарыста біз Қазақстан Республикасының тұңғыш президент музейі, ұлттық музей, әскери патриоттық музей және де Сәкен Сейфуллин музейі, бейбітшілік және келісім сарайына барып, осы объектілер бойынша экспедицияларға шықты. Ілияс Есенберлин 1915 жылы 10 қаңтарда Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келген. Ол поэзия, проза, драматургия, кинодраматургия салаларында қызмет еткен. Қазақ әдебиетінде ең көп роман жазған жазушы болып саналады. Тәуелсіз еліміздің шынайы тарихын тереңіне жазып, артынан мол мұра қалдырған қаламгер, көшпенділер трилогиясы арқылы елімізді бүкіл әлемге танытқан жазушы Ілияс Есенберлинге арналған. Көшпенділер Ілияс Есенберлиннің 6 кітаптан тұратын тарихи эпопеясы. Трилогия Алмас қылыш, жанталас, қаһар бөлімдеріндегі оқиғалардан, яғни 15-19 ғасырлар аралығындағы қазақ хандығының өмір сүру кезеңі суреттелген. Бірінші витринада Ілияс Есенберлиннің балалық шағын өткізген үйі көрсетілген. Бұл үйді оның әкесі Есенберлин ағасымен бірге салған болатын. Қазіргі таңда бұл үйде басқа адамдар тұрып жатыр. Бірақ үйдің сыртында бұл үйде қазақтың көрнекті жазушысы Ілияс Есенберлин тұрған деген тақтайша ілініп тұр. Екінші витринада Ілияс Есенберлиннің жанұясы, оның әйелі Диляра, үш қызы Дильфруза, Қарлығаш Раушанмен бірге. Қарлығаш қазіргі таңда Бельгияда тұрып жатыр. Ілияс Есенберлинге еңбек қызыл ту ордені, Ленинградты қорғағаны үшін, батырлығы үшін, Айқас романын жазғаны үшін КСРО мемлекеттік қайраткері ордендері берілген. Мектептің міндеті білім беру ғана емес, тәрбиелеу. Индивидуумның жан-жақты шеберлігін шыңдау. Абайша айтқанда, кірпіштің кетігін тауып қалануы үшін. Осы бағытта тірлікке икемді, тұрмыста қажетті бірнеше үйірме іске қосылған.
Гидропоника. Гидропоника дейміз гидро су, поника жұмыс жасаймын, яғни су арқылы жұмыс жасаймын. Гидропониканың пайдасы өте көп. Зиянды заттардан қорғайды және тез өсіреді, ағзаның қалыптасуына өте жақсы ықпалын тигізеді. Гидропоникада біз өте көптеген өсімдіктерді өсірдік. Олардың бірі арпа, бидай, брокколи және де маш. Солардың біз өте көптеген өнімдер алдық. Олардың бірі бидай және виткрас. Виткрас сусына, оның ішінде өте көптеген дәрумендер бар. Оның жасалу жолы 7 күндік бидайдан 3-4 см аламыз және қайнаған судың көмегімен, блендердің көмегімен араластырып, осындай сусын жасаймыз. Бұл сусын бізге шаштың түсуіне және көздің жақсы көруіне көмектеседі. Және де бізде гидропоника үйірмесі 2018 жылдың қазан айынан бастап жұмыс жасайды. Гидропоника үйірмесінің жетекшісі Акулова Айгүл Қожақұлқызы. Осы үйірменің оқушылары көптеген жарыстардан орын алған және де республикалық қалалық үйірмелерге шыққан. Гидропоника – это метод выращивания растений в беспочвенной искусственной среде в водной основе питательных веществ. Здесь корни растений помещаются в специально подготовленный субстрат, который заменяет почву. На наших уроках гидропоники мы приготовили витграсс, коктейль и многие другие салаты из микрозелени. Какие же есть преимущества гидропонного выращивания? Во-первых, отсутствие вредителей. Во-вторых, чистая экологическая продукция. В нем сохранены все нужные компоненты для человеческого организма. И в-третьих, это беспочвенное выращивание. Hydroponic is the method of growing plants on a solution of nutrients. The plant roots are placed on a specially prepared substrate. Product made in hydroponic is the cocktails, wheatgrass. Advantages of hydroponic cultivation: growing plants without soils, absence of pests, ecologically clean product. All vitamins necessary for the human body are preserved. Ата-әжелеріміз баяғыда шай ішсең көңілің жай деп мақұлдайтыны тегін емес. Мұның сыры неде десек, шайдың адам ағзасына пайдасы мен емдік қасиеті көп. Бүгін біз Ташкент шайын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 литр су, 2 шай қасық көк шай, 1 шай қасық қара шай, лимон, апельсин, науат керек болады. Ташкент шайының пайдасын естіп білу мен жүрек жұмысын жақсартады. Ас болсын. Өзгелерге өзгеше деп саналатын лимонад ол мохито. Мохито сусынын дайындау үшін бізге 1 дана лайм, 1 дана лимон және де жалпы жапырақтар мен спрайт қажет болады. Шөліңізді басатын, жүзіңізді ашатын мохито сусыны дайын. Байқағанымыздай 67-ші мектеп гимназияда жобалар оқушылардың бейімділігі мен қызығушылығына қарай құрылады. Діттегендері баланың назарын аудару арқылы білімге ынталандыру. Жас жеткіншектерімізді шығармашылыққа баулуда ән, хореография, домбыра, қолөнер үйірмелері, сонымен қатар спорттық секциялар, соның ішінде баскетбол, волейбол, футбол және ұлттық ойындардан асық ойыны, тоғызқұмалақ, қазақша күрес ойындарына біздің оқушыларымыз көптеп қамтылған. Және де гимназияның оқушыларына жан-жақты бейімділігіне, қарай қызығушылығына әлеуметтік жобалар жолға қойылып отыр. Олар оқушы үні, тәлімгерлік, еріктілер, Есенберлин мұражайы, алтын ұрпақ, адал ұрпақ, экоасар және де мен таңдаған жол ұшқыр ой дебат клубы, сонымен қатары букорум танымдық бағдарламасы тұрақты жүргізілуде. Мен қолөнер үйірмесіне қатысамын. Біз бұл қолөнер үйірмесіне қазақтың ұлттық бұйымдарын жасауды үйренеміз. Мен осы үйірмеден тоқыма тоқуды, киіз басуды және де кесте тігуді үйреніп жатырмын. Ата-ана мен мектептің сәтті тандемі бала білімінің кепілі. Осыны ұққан ата-ана мұғалім мен етене араласады. Ал мектеп жайлы атмосфера тудырады. Бақытты отбасы жобасы ата-ана белсенділігін арттыруға бағытталған. Бақытты отбасы деген жобамыз бар. Бұл 4 бағытты жұмыс жасайды негізінде. Бұл зияткерлік бағыты, өнер бағыты, жаңа спорт бағыты, танымдық бағытта. Бұл жерде ең бастысы ата-аналар мектептің өмірімен тығыз байланысты. Алдында мектеп ашылғалы 2 балам бітіріп мектепті, қазір студенттер атануда. Гимназиямыздың білімі өте жақсы деп айтамын. Балалардың білімі өте жақсы. Бұл жерде балалар жан-жақтан жиналғансын ба, қысылу, қымтыру, білмеу деген болған жоқ. Балалар бір-бірінен, мұғалімдер де кейде түсініксіз болса, мысалға келіп сөйлесек, мұғалім өзі толық түсіндіріп беретін. Әрдайымда есігін жаңағыдай ашық қарсы алады. Әрбір ата-анамен жұмыс істеп жатады. Білім жағынан да мысалы қосымшалар жүргізіледі, мысалға
артта қалып тұрған балалар болса, алып қалып немесе өзі мұғалім өзінің жаңағыдай көмегін беруге дайын тұратын мектептің білімімен жоғарғы оқу орындарына грантқа ие болып, оқуға түсіп оқып жатыр. Өркениетті қоғам адамның санасында. Біздің елде ешкімді бөліп жармайтын әлеуметтігі жоғары мемлекет құру мақсат. Инклюзивті білім алу жүйесін алғашқылардың бірі болып байқап көрген 67-ші гимназия. Маған ата-анамен қарым-қатынас жасау қиын болатын. Ішімде қорқыныш, ұялы болған сияқты. Самал мұғалім мені 4-ші сыныпта Әйгерім мұғалім таныстырды. Әйгерім мұғалім маған әшекей үйретті. Анам екеуміз әшекейлерді жарнамалап әлеуметтік желілерге сала бастадық. Әшекейлерден түскен ақшаны өзіме отыратын арба, ноутбук сатып алдым. Маған браслет жасаған қатты ұнайды. Бұл менің әзірге ең алғашқы жетістігім. Ботажанның бойындағы қабілетін байқап, аша білген осы ұстазы Самал ханым. Ұстаздық етуден, балаға үйретуден жалықпаған, міндетін махаббатпен атқарған мұғалімнің ұстанымы да ерекше. Жетістік тек мақтау қағаздарымен, медальдармен өлшенбейді. Адам өз бойына күшіне сенген кезде өзгерістерге тап болады. Ботажанның жаңа нәрселерді игеріп, өмірге деген құлшынысы міне осының дәлелі деп білемін. Ботажан оқушым менің өмірге деген көзқарасымды, ұстазға деген ұстанымды өзгертті. Оған ерекше жанның бірі болды Ботажан. Бір баланың ішіндегі үмітін өшірмей, ата-анамен бірлесіп, өмірге деген дұрыс бағыт-бағдар бере білсек, бұл ұстаздық миссиямыздың ең үлкен орны деп білемін. Патриотизм ұран ғана емес, тәрбие құралы. Әскери дайындық болашақ әскерилерді анықтау амалы, әрі қорғанудың қарапайым заңдылықтарын үйрететін үйірме. Мен бұл классқа әскери өмірімді жалғастыру үшін келдім. Кадет сыныбынан түсу үшін экзамендар, тесттер тапсыру керек. Кадет сыныбында оқығаныма 2 жыл болды. Арнайы кадетте қосылған сабақтар бар. Мысалы, әскери құқық, әскери жаттығулар және саптық түзелу. 9 класстан кейін Жасуан колледжіне түсейін. Жоспарым бар болашаққа және әскери вузға түскім келеді. Мен әскери мамандықты таңдаған себебім мен өз елімді қорғағым келеді. Арнайы мамандандырылған кадет сыныбы 2019 жылдан бастап ашылды. Қазіргі таңда кадет класстары 4 класс бар. Оқушы саны 84 оқушы. Бұлар өзінің алға қойылған мақсаты елін, жерін, отанын қорғауға және сүюге ант берген оқушылар. Бұл кадет сыныптарына әртүрлі сабақтар өтіледі. Саптық дайындығы, атыс дайындығы, тактикалық дайындық, әскери кросс, турникке тартыну. Міне осы әскери жаттығулардың бәрін оқиды. Елімізде көптеген кадет сыныптары бар. Сол кадет сыныптарының арасында бұлар қалалық әртүрлі іс-шараларға қатысады. Мысалға, сол іс-шаралардан жақсы нәтижеге жақсы орындар алып келіп тұрады. Кітап білім бұлағы, санаға сіңген тіркес бұл. Ендеше кітап оқитын ұрпақты осы күні тәрбиелеген шарт. Гимназия кітапханасы 10 жылдан бері оқушыларды көркем әдебиет және пәндік оқулықтармен толық қамтып отыр. Кітапхана оқуға құштар мектеп, бір ел бір кітап, 100 кітап сияқты мемлекеттік жобаларды негізге ала отырып, жалпы жоспарға сәйкес жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда гимназия кітапханасында жалпы саны 41.260 дана кітап қоры бар. Оның 37.000 данасы жалпы пәндер бойынша арнайы тапсырыспен алынған заманауи оқулықтарды. Оның ішінде 5.000 данасы көркем әдебиеттер санын құрайды. Кітапханадағы компьютер жүйесі интернет желісіне қосылған. Біздің гимназия кітапханасы да 2020 жылы заманауи дизайнда қайта жабдықталды. Кітапхана оқуға құштар мектеп жобасы аясында түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, оқу клубы, букдейтинг, тәтті кітап, кітап-талып, буккроссинг сияқты жобаларды тұрақты түрде жүргізіп келеді. Балалардың кітап оқу үрдісін қалыптастыру үшін сан қилы жобалар мен жарыстар елорда мектептерінде белсенді түрде жүзеге асуда. Соның бірі букдейтинг жобасы. Ол бойынша оқушы оқыған шығармасының мазмұны мен идеясын баяндайды,
әрі келесі оқушыға кітапты табыстайды. Бұл кітапты саған сыйлаймын. Бұл байқау осы негізінде мектепте де басталған, содан кейін біз оны онлайн өткіздік, пандемия басталғаннан кейін. Негізінде осы оқушыларды кітап оқуға жетелейтін байқау. Осы пандемия уақытында мен 24 кітап оқыдым және де өте қатты қуаныштым, себебі өзімде осындай бір құштарлық пайда болды. Мен бұл жобада көптеген әдеби кітаптар оқып, және де оларды таныстыруға үйрендім. Және де пандемияға қарамастан өзіміздің Буктетик байқауы онлайн түрде жалғасты. Мен 3 айдың ішінде 16 кітап оқыдым, және де бұл кітаптар оқу арқылы мен өзім кішкене ержеткенімді сезіндім. Елімізде Ұлыбританияның Кембридж университетімен бірлескен ШЭА халықаралық жобасы соңғы 2 жылда жүзеге асуда. Оған бірнеше білім ошағы енген. Аталмыш мектеп-гимназияда соңғы өзгерістерден құр алақан емес. 2019 жылы гимназиямыз Ұлыбританияның Кембридж университетімен бірлескен Share Action Research халықаралық жобасына еніп, тәжірибесіне өзгерістер енгізе бастады. Жобаның ең негізгі мақсаттарының бірі ол Action Research іс-әрекеттегі зерттеуді қолдана отырып, мектеп тәжірибесін жақсарту, жетілдіру және ынтымақтасқан рефлексивті зерттеуші қоғамдастығын құру. Алғашқы жылы мектебімізде Кембридж университетімен негізгі топты 4 мұғалім және мектеп басшысы құрап отырып жұмыс жасады, және алғашқы жылдарда жобаға 10 ерікті мұғалім қосылды. Қазіргі таңда жобаға 20 ерікті мұғалім қосылып, қазіргі таңда 35 ерікті мұғалім жоба бойынша жұмыс жасап, өз тәжірибелеріне зерттеу жұмыстарын енгізіп жатыр. Шетелдік тәжірибені насихаттаумен қатар ұлттық жобаны да әспеттеу ләзім. Сол үшін де мектеп басшылығы мағжан педагогикасын енгізді. Алаш арысының идеясы мен методикасы күні бүгінде өзекті. Бұл идея менен қалай туындады? Мысалға, қазір мектепте жұмыс жасап жатсақ та, мұғалімдерге де, ата-аналарға да, оқушыларымызға да көп жағдайда құндылықтар тұрғысынан білім беру жетпей жатады. Бұл құндылықты айтқанмен, ол кәдімгі айттың сол орындалатын дүние емес та, бұл кәдімгі тәжірибе жүзінде келетін мәселе. Сондықтан да осыған өзім көп ойлана отырып, осы мағжан педагогикасын зерделеп, неге осы мағжан педагогикасы негізінде бір жобаны жүзеге асырмасқа? Өзінің педагогикасында ұлттық тәрбиеден бастаған. Педагогикасын ашып қарасаңыз, анау дүниеге келген сәбиден бастап, жаңа отбасындағы бесігі жыры, әлдейі, барлық отбасылық құндылық сол педагогиканың ішінде тұнып тұр. Қазір айтамыз, біз әлемдік жаңағы Стивен Ковиді айтамыз да, жаңа ақыл тәрбиесін айтып жатыр, жаңағы физиологиялық тәрбиені айтып, мағжанда да бар. Дәл сол адамгершілік тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, мынау жаңағы діни тәрбиесі, ол тұнып тұрған кәдімгі біздің қазақи педагогикамыз деп айтуға болады. Бұны біз әлемнен іздеп қажетіміз жоқ, біздің мағжанның өзі де әлем педагогикасын зерделеп, зерттегеннен кейін шыққан туынды деп айтуға болады. Өйткені мынау ұлы зиялы қауымдардың жаңағы еңбек тәжірибесімен танысып отырған кезеңде, олар өзінің жаңа керемет қазақты дамыту үшін, ұлылық жаңағы жолын салу үшін, әсіресе білім ғылымдағы әлемдік тәжірибені негізге алған. Сондықтан мағжан педагогикасы бұл кәдімгі әлемдік педагогика деп айтуға болады. Оқушыларды ғылымға баулу мектеп қабырғасынан басталса игі. Осы бағытта мектебімізде ғылыми зерттеуге бағытталған ғылыми танымдық жоба ғылыми зерттеудің бағдаршамы атты жобамыз Instagram және Facebook парақшаларында жарық көре бастады. Бұл жоба ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап шығарылымдарын бастады. Бұл жобаның мақсаты ұстаздар мен оқушыларға ғылыми жобалардың тақырыптарын таңдауда, олардың өзектілігін білуде, сарапшыларға ұсынылатын жұмыстардың қойылатын негізгі талаптарын білуде бағыт-бағдар береді. Бұл жоба жалпы мектебімізде жобаға баулу бастауыш сыныптан бастап алынған экологиялық тақырыптарды және жоғары сыныптарда энергияның баламалы көздеріне бағытталған күн энергиясы, жел энергиясына бағытталған тақырыптар өзінің аудандық, қалалық және республикалық көлемінде жүлделі орындарға ие бола бастады. Мұғалімнің потенциалын ұштай отырып, оның кәсіби тұрғыда шаршамауы үшін орта қажет. Мәселенің мән-жайын талқылап, жаңа белестерді бағындыру мақсатында. 2020-2021 оқу жылында нөмір 67 гимназия жетекші мектеп ретінде өзінің серіктес нөмір 65 мектеп гимназиясымен білім инновация лицеймен
ұжымымен бірлесе отырып, бірге оқимыз, бірге шешеміз тікелей эфир бағдарламасын жүргізіп келеді. Бағдарламаның мақсаты тиімді идеяларға қол жеткізу мақсатында мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыра отырып, біріккен ақпараттық орта қалыптастыру. Біздің арамызда жас, еңбек өтілі, санат жағынан ешқандай шектеу жоқ. Оқытудағы кедергілерді бірге анықтай отырып, сол кедергілер бойынша оқып, талдап, оларды бірге шешуге ұмтыламыз. Өз ісімізбен жастарға да үлгі болуға тырысамыз. Гимназиямызда еңбек ететін жастар ұжымның 4-тен 1 бөлігін құрайды. Мектеп өміріне жаңа леп, озық тәжірибелер енгізуге атсалысады. Білім ордасында 2019-2020 оқу жылында жастар платформасы құрылды. Жобаның әр мүшесі оқушылардың шығармашылық, кәсіби және ғылыми қабілеттерін арттыруға бағытталған жобаларды жүзеге асырады. Жастар тізгіндеген жобаларды атап өтетін болсақ, тиімді тәжірибе, мен таңдаған жол, Speaking Club, адал ұрпақ, тәлімгерлік жобасы, Аттила, кітап толк және буктейтинг. Гимназия әкімшілігі мен педагогикалық қауымдастық мүшелері жастардың тың идеяларын қолдап, дамуына бағыт-бағдар береді. Өздеріңіз байқағандай, мектеп оқушылары тілге жүйрік, ойлары ұшқыр, жан-жақты. Олардың дәл осылай қалыптасуы білім ошағының үлесі. Білім әлемдік, тәрбие ұлттық болу керек деген ұстаныммен жұмыс істейтін ұжым 10 жылдағы белестерін одан әрі қарай дамытып, әлі де талай шыңдарды бағындыратынына сенеміз. Биылғы жыл гимназия үшін мерейлі даталарға толы. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы, гимназияның 10 жылдығы әрі Ильяс Есенберлиннің туғанына 105 жыл толып отыр. Сүйінші жаңалықтың басы іспетті. Биылғы жылдың көктемінде Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының шешімімен гимназияға Ильяс Есенберлиннің атын беру жөніндегі ұсыныс үкімет жанындағы республикалық ономастика комитетіне жолданып отыр. Ильяс Есенберлиннің есімі гимназиямызға беріліп, абыроймен ұлықтауға сенім артамыз.